самсаңыздың қамыры дұрыс шықпай қатты болып қалып жүрген болса, дәл осы рецептті сақтап алып жасап көріңіздер. Алдымен ұнымызға тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары май, бір жұмыртқа салып, жақсылап тағы да бір араластырып, суымызды аз-аздан құя отыра, орташа тығыздықтағы қамырды илеп дайындап аламыз. Дайын болған қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымыздың барлығын жұп-жұқа қылып жайып аламыз. 3 бөлік қамырды да бірден жайып дайындап алыңыздар. Дайындап болғаннан соң үстіне ерітілген сары май жағамыз. Мен станичный деп аталатын сары майды қолданамын. Жайып дайындап қойған қамырдың барлығының үстіне осылай сары май жағамыз. Және де осы видеодағыдай қамырымызды бірінің үстіне бірін қойып, орап шығамыз. Сол кезде бізде 3 қабат қамыр дайын болады. Орап болғаннан соң тоңазытқышқа 1 күнге қалдырсаңыздар болады, не болмаса 2-3 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Содан соң кішкентай бөліктерге бөлеміз. Менде шамамен 70-тен аса штук самса шықты. Ортасына салмасын салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Салмасына кәдімгі тартылған ет, пияз, дәміне қарай қара бұрыш, тұз салып жақсылап араластырамыз. Самсалардың барлығын түйіп болғаннан соң бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, күнжіт сеуіп, алдын ала қызып тұрған печкеде 250 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Рецептін сақтап алып жасап көріңіздер, ас болсын.